Қайғырынан қарасаң да тұлғасы жарқырап көрінетін ерекше жаратылған жандар болады. Адамзатқа тән асыл қасиеттің бәрі тірліктегі әр пендеге өлшеніп қана беріледі десек те, кейде жаратқанның білім мен білікті, бақ пен берекені, таным мен талантты, таудай тұлғаны, келісті келбетті бір ғана адамның басына үйіп төгіп жарылқайтыны бар. Еңбегімен елге мәлім болған Евней де сондай санаулылардың бірі еді. Жұртты аузына қаратқан ғұлама ғалым, беделі биік басшы, ұлтын сүйген қайраткер, сөз сиқырын білетін суреткер, жанына жақын тартқан адамын жауға да дауға да бермейтін адал дос ретінде бүкіл халық қадір тұтқан тұлғаға айналды. Әйгілі ғалым 50-ге толғанда қазақ әдебиетінің ақсақалы Әбділда Тәжібаев, 50-ге достар Евнейдей болып келіңдер, 50-де бәрің Евнейше есеп беріңдер деп жыр жазып еді. 50-інде ел жұртын таңғалдырып есеп берген Евней Букетов 60-сына жете алмады. Евекен қайтыс болғанда академия наука хабар келеді. Скончался Букетов деп. Сол кезде ученый секретарь Капица болу керек. А почему он умер депті? Себебі келесі жұманың басында академия науканың президиумында Букетовтың доклад тұрған екен. О выжимании нефти из бурых углей деген доклад тұрған. Почему он умер? На следующей неделе он же докладывает на президиум академии наук. Түсіндіңіз ба? Сол күнге Букетовтың ғұмыры жеткенде ғылым академиясын дүр сілкіндірген жаңалықтың болатыны даусыз еді. Сөйтіп, көмірден мұнай алу жөніндегі теңдессіз тәжірибені іске асыруды тағдыр оған жазбапты. Евнейдің елін сүйген жүрегінің ерте тоқтауына не себеп? Бақ берекені, құт несібені, ақыл парасатты үйіп төккен тағдыр оған қасірет тартқызуға келгенде де аянып қалмапты. Әлем таныған Букетовтың де балтасы сайлаулы батыраштары, қылышы қайраулы қотыраштары қасында жүріпті. Ғибратты ғылым мен сұлу сөздің бәйгесіне түскенде шашасына шаң жұқпаған жүйрікті солар сүріндіріпті. Есілердің жүрегіне сызат содан түскен. Евнейге жабылған жала оның жанына жалау болған іні достарының да жүйкесін жұқартқан. Ондай биік, ондай саңғар кісілерді көріп тұрып қызғанбайтын кісі тағы болмайды. Біреу шын мәнінде жақсылықпен қызғанады, біреулер жамандығын қойнына тасын тығып жүріп қызғанады. Олай да болды. Өмірінің аяқ кезінде мүмкін сол қызғаныштардың көбісі қатты, былайша айтқанда соқ болып тигенде шығар деп ойлаймын. Солай болды да. Оның бәріміз көзімізбен көргенбіз. Бірақ ол кісіні мүмкін Евнейді қызметінен босатқан шығар, істеген ісінен тайдатқан шығар, тіпті істеп жатқан жұмысын бәсеңдеткен шығар. Бірақ оның творчестволық өміріменен, шығармашылық өміріменен оның өте биік деңгейіне ешқандай әсер ете алған жоқ. Ол кісіге жамандық жасағандардың бәрін кім екенін ешкім білмейді, жоқ. Букетов, Евней тәрізді кісілер біздің халқымыздың санасына мәңгі қалады да деп ойлаймын. Екеуміз тетелес болып өсті арамыз 3 жыл, 3 жас арамыз. Басқа туыстарының бәрінен де Евекең ол басқа адам. Өзінің мінезімен, құлқымен, адамгершілігімен, барлығымен өте басқа адам. Басқа туыстарыммен мен қазір өзі 5 ағайын дедік. 5 ағайында мен жалғыз қалдым. Евекең есіме түскенде әлі күнге дейін жылаймын. Бәлен түлен деп айтуға болмайды. Енді ол жоғары жақтан болған нәрсе сияқты. Мен сол кезде ол кісінің өзінде мен айттым. Аттан орталық партия комитетінің келіп комиссиямен де кездескен ол кісі маған айтты. Сонда мен бір жалпы өзімнің күдігім бұл әңгіме барлық жоғары жақтан болған. Орталық комитеттен болған деп айтуға болады. Сол кісілердің тапсырысымен болған. Ендеше сол тапсырма мүлтіксіз орындалған, өктем жүйе жала жабушылардың жағына шыққан. Қарағанды университетінің ректоры әйгілі ғалым Евней Букетов лабораторияның қатарда қызметкері дәрежесіне дейін төмендетілген. Ел азаматтары Евекеңді ақтап алуға тырысады. Олардың бір қатарын академиктің өзі ит үрет, керуен көшет, ертеңгі күні бәрі де орнына келеді деп тоқтатқан. Сол айтқаны келді. Бүгінде Қарағанды мемлекеттік университеті Букетовтың есімімен аталады. Қарағандыдағы қазір Букетов атындағы университеті болды ғой. Соны алғашқы құрып,
соны алғашқы қадамын бастырған сол академик Букетов болады. Мен сізге айтайын, сол кісінің зиялылық ойының тағы бір зерделілігі мынада жатыр. Университет ашылғанда, әрине сол кездегі басшы, ресми адамдардың келуі болса ғой. Сәбит Мұқанов та келіп, алғашқы университет ашылғанда сол кісіге аштыртып сөз сөйлеп тұрды. Университеттің мына ғимаратын алғашқы оңтүстік шығыста салдыртқан кезде, соның табанына салған тұңғыш кірпішті қазақтың ақиқатын Әбділда Тәжібаевқа салдырды. Түсіндіңіз бе? Сонымен соның өзімен-ақ айтар ойын айтып кеткен еді. Өмірді жасауға қатысатындар көп болады, бірақ өмірдің барлық нәріменен шығармашылық сұмдық ғажайыптардың бірін жасайтын жаңағыдай ұлы адамдар, ұлы жазушылар, ұлы ғалымдар, ұлы ақындар деген сөзді көрсеткен еді. Ол кісі жай анау жерде мынау еден жуып жүрген адаммен де сөйлесетін, академикпен де, ол адамдарды былай бөлмейтін. Мынау кісі еден жуып жүр ғой, мынау кісі академик, мынау кісі үлкен қызметкер деп. Сондықтан сол мен жастарға да, жаңа қазір келе жатқан зиялы қауымдарға да айтатын, осы адам қарапайым болу керек. Неге десеңіздер, ол қарапайымдық, жаңа адамгершілік бәрі осы бірге жүретін қасиеттер деп ойлаймын. Ебекеңді мен 60 жылдардан бастап, Қарағандыға қызмет келгеннен бастап, жолдас болдық, дос болдық, дәмдес болдық, өте ықыласты азаматтар болдық. Содан кейін ол кісі 1972 жылы Қарағанды университеті ұйымдасқаннан кейін соған ректор болып келді. Ол уақытта мен Қарағанды политехникалық институтының кафедрасын меңгеруші едім. Содан мен шақырып алып, десе көп жұмысты бірге жасайық, университет ашылып жатыр, бізге докторлар керек деп сөйдеді. Осы себеппен келіп, мен ол кісіге сол кісінің тілегін қабылдап, Қарағанды мемлекеттік университетіне кафедраның басшысыға ауыстым. Ол уақытта Қарағанды университетінде 4-ақ профессор болатын, 4-ақ доктор. Ол кісі сөзі мен, Мейрамов деген сөзі Кравицкая дейтін. Міне біз алғашқы Қарағанды университетінің шаңырағын тіккен азаматтардың бірі едік. Алғашқыда 4 ғылым докторы мен 4 құбыласын түгелдеген Қарағанды университеті бүгінде елдегі ең іргелі оқу орындарының біріне айналды. Евней Букетовтың төгілген маңдай тері текке кеткен жоқ. Қазыналы Қарағандының ғұлама ғалымнан өнеге көрген зиялылары ұлағат пен білім ордасының беделін төмендетіп көрген емес. Ол кісі сол университеттік ілім дейтін үлкен мақала да жазды. Университеттік ілім қазіргі заманда қандай болу керек? Біз болашаққа жастарымызды қандай өреде дайындай білуіміз керек деген. Сол ойын бастап, бірақ оны жаңағы көңілі қара адамдар соны істеттірмеді қарай. Біраздан кейін сол жұмыстан ысырылып қалды. Соны жеткізе алмай кеткенді арман болып кеткен шығар деп ойлаймын. Өйткені енді бір 10 жыл ректор болып тұрған кезде бұл университеттің болашағы менен мүмкіншілігі қандай болатынын елестетіп көріңіз. Ебекеңді көзі көргендердің бәрі адамды бір көргеннен баурап алатын ерекше қасиеті бар екенін айтады. Сөз өнеріне бір кісідей таласы бар ғалым шешендігімен де ел жұртты таң қалдырыпты. Елінің ең ардақтыларының бірі болған Евнейді жақсы көрмеу мүмкін емес. Дос жарандарының қай-қайсысы да осылай дейді. Евнейғаны бірінші рет студент кезімде көрдім. Жалпы туған жеріміз бір жер, қазіргі Шалақын ауданы дейді, солтүстік Қазақстан облысында. Сол туған ауылдарымыздың арасы бір 50-60 шақырым ғана жер. Бірақ ол кісіні көргенім, студент кезімде бір статьясын көрдім. Ол кісі аспирант болып жүріп, үлкен сол кісілерге аударма жөнінде тиіскен екен. Зерттеу мақала жазған сын. Сонда бір ағамызды қаттырақ сойып жіберіпті. Если не разбирается в муке и муке, почему он переводит Маяковского? Мәскеуде оқып жүрген кезімде студент болып, сол Ленин библиотекасына барып қазақша газеттерді оқимыз, сонда бір үлкен жазушыны, ақынды Евней Букетов қатты сынапты. Соны көрдім, алдында естіген бір Алматыдан келген жерге. Сондай жігіт, сондай кісіні сынады, уды болып жатыр Алматы деп. Сосын барып оқысам, сол Евней Букетов екен. Сосын артынан Алматыға келген кезде бір амандасып танысайын деп көріп, таныса алмадым, алыстан бір көрдім да,
сосын қасына барған жоқпын, ұят болар деп. Ардынан елге барғанда елде кездесіп 2-3 күн бірге болдық. Бұл бірінші көргенім сол 54-ші жыл ғой. Ебекеңнің айтқан ақылы ол бір дүниенің жартысын бөліп бергендей адам еді. Барлық жалғыз маған емес, барлық туыстарымызға солай болатын. Ебекеңнің бір мінезі біреуден атпайды ғой, ешкімді жамандамайтын. Біреуден атпаса, ой, сол жаныма немені қойшы деп үндемей қоятын. Сонымен ол бітетін ол шаруа. Ал енді басқа ондай адамдар өзі сирек кездеседі. Өзі кісі қарап тұрғанда кісінің көзі тоятын, еңселі, бойы 2 метрдей биік адам болады. Сол өзінің келбет құрылымы қандай болса, оның ой биіктігі мен тереңдігі де сондай ғажап кісі болатын, қайталанбас. Өте сирек, анау 19 ғасырдың аяғында, 20 ғасырдың басында алтынның саф алтындай болып жаратылған қазақтың сирек азаматтарының сол бүгінгі заманға жеткен жалғасы мүмкін соңғысы болып көрініп тұрады. Кешегі Қаныш пен Мұхтарлардан кейінгі сол кісілер анау бұрынғы зиялылардың бүгінгі көріністерде болып қалған еді ғой, 50-60 жылдары. Солардан қалған ізде зиялылық пен бүкіл білімдарлықты, тереңділік пен кеңдікті, ойдың ешқандай шегі жоқ екендігін көрсете білетін сирек жаратылған тұлға еді. Қазақ елі оны тек атақты ғалым, білікті басшы ретінде ғана емес, қаламы қуатты қаламгер ретінде де танып. Евнейдің әдебиетке бала күнінен құмар болғаны Мұзафар Әлімбаевтың химик, лирик дейтін өлеңінде айтылады. Өткен өтті сырыңды енді кәне бүгіп көр, класста оқып жырыңды күлетін кей жігіттер, есте кекір сөздері келе жатыр қосақын, әйтсе дағы өздері бізге құлақ тосатын деп мұзаған өлеңнің бәйгесіне ат қосқан қанаттас досына оң ниетін білдіріпті. Өлеңді өзі үшін жазған Евней көркем публицистика мен көркем аудармамен шындап айналысты. Таланттың қай салада да талант екенін айқын танытты. Шығармашылық мәнерде қызық адам болған. Көп нәрсені жатқа білетін, жатта болатын. Әсіресе Есениннің творчествосын, орыстарда Пушкиннің творчествосын, Маяковскийдің творчествосын жақсы көріп аударды. Сонда мен Анна Синегинаны қалай аударғанын білемін. Жатқа біліп, соны жатқа аударатын. Таңертең тұрып желіп жүреміз. Далаға шығып желіп жүріп, бір жүгіру, анау бір рәсім болды ғой бір кезде. Сонда желіп жүріп, сол аяқтың жүру ритмімен аударатын. Сосын үйге келіп қағазға түседі. Балалық шағында балалық болып екеуміз ұрысқанда шығармыз, төбелескенде шығармыз. Ебекең ертерек есейіп кетті де, мен Ебекеңді бапа дейтінмін. Бапа деген бүкіл ағаны халық сыйлап бапа дейтін. Енді Ебекең мен бір-екі рет бір жағыма тартып жүргенде, мен сені бапа демеймін енді, мен саған только Евней деп кетемін деп, сонда Евней деп кеттім. Ал жас балаларға, туыстарға, ағайындарға өте. Сосын өте ұйымдастыруды керемет бетін. Маңа ауылдың балалары Евней соңынан жүгіріп жүретін. Бір мынандай жағдай болды. Бала кезіміз, менің 3-4-тегі кезім, Ебекең 6-7-тегі, 5-6-тағы кезі. Бір ауылда үлкен адам сырқат болып, соған бақса келеді ғой. Бақса келіп, ауылдың шетіне бір ақ үйді тұрып қойып, әлгі бақсы ойнап, Айкен деген кісі зікір салады ғой, қазақ зікір салады дейді. Сол әлгі Айкеннің айтқан барлық сөздерін үйреніп алып, енді күлді ауылдың балалары жиналды содан ішіне зікір салатын болып, зорға қойылған күлді қабыл болып өзіне. Сондай ойыншылық болатын өзі. Өмір бойы ақындық түзген жоқ. Өлең жазады, және ылғи аударып жүреді. Есениннің Анна Снегинасын аударған. Өзі Маяковскийді нашар аударатын ақындарды қатты сынады ғой. Өзі аударғанда оған еш мүлтік жоқ. Маяковскийді өзі керемет аударатын. Сосын бұл кісі енді мынау тапқыр, сөзге де керемет. Сосын бұның бір ел арасында көп кіріскенде қай жерде болмасын, бұл Алла Тағаланың бір
өзіне берген мінезі ғой, көрген бетті адамды тартып алатын. Келбетті, келісті, ақсары, ұзын бойлы кісі болатын, келісті. Бірақ қанша осы келбеті түрі, алып денесі келісті болса, сөйлеген сөзі, айтқан сөзі сондай келісті болатын. Евней Букетов қайтыс болғанда ауыр қаза, қалың ел құлақ түрді тым ауыр сұрақ кірді. Елден бұрын егіліп тұман айттау, құбаталы есілдің жылап тұрды. Өксігенде тоғайдың тотылары, көңіл айтты жүректе оты бары. Торқа болар төсектей толқып кетті туған жердің ол басқан топырағы деп азалы жыр жазған ақын Кәкімбек Салықов. Букетовтың көзі тірісінде көп араласқан дос жарандарының бірі. Мәскеуде қызмет істеп жүрген кезінде ғалымға Қарағандыдан лаборатория ашып беруге көмектескен. Евнейдің ғылым әлеміндегі сын сынақтарының бір қатарына куә болған. Менің өзімнің бір таңғалғаным бұл кісінің қорғағанында болдым. Докторскің қорғағанда. Сол енді мен жазғызғанда секретар партком комбинаты істеп жүредім. ЦК-ға шақырып бір жиналысқа. Сол жиналыстың қолым бос күні ана кісі қорғайды, соғым бардым. Қорғап тыңдадық, қорғау өте жақсы өтті, күшті өтті. Өздеген кездерде үлкен кісі, бірақ отырған орыстарда одан кіші емес. Сол кездегі әлгі Плаксин сияқты дүниенің Мәскеудегі химия ғылымының құдайлары отырды десек болады. Соны жақсы қорғады. Сосын кешкі ас болды ғой. Ас болғанда Ленинградтың бір профессоры қатты ренжіді. Евней Арсланович, ол енді адам кішіпейілділік, ондай сыпайылық көрсетуге болады. Бірақ осындай ғылыми докторский қорғау кезінде барыңыз айтпадыңыз ба? Мені сонша неге жазаладыңыз? Ананы көрсем мен оқымас едім. 13 шетелдік патенті бар екен, оның 8-і шетелде іске қосылған екен. Содан кейін ондайға докторский берілсін деп өзге еңбектеріңді оқымай-ақ жаза берерім. Мен еңбектеріңді оқып басымды қатырдым деп әлгі кісі бізді күлдіргені бар. Оқуға келгенде өте алымды болды. Қазақтың бір мектебіне бір күн барған адам емес Евней. Ал қазақша қазір жазғандарын оқысаңыз, любой институт бітіргенмен бірдей. Ол кісімен 10 жылдай Құдайдың құтты күн деп айтсам артық емес. Бірге болып, әңгімелесіп, әрі ол кісінің емдеуші дәрігері болып, өзінің жүрегінде өте сирек кезетін ритмнің бұзылу ауру болатын. Соған байланысты мен соны емдер жүргізіп, өйтіп жүрдім. Онымен қоса мына біз енді болар болмас дегенде толар толмас гуманитарлар болатынбыз. Енді ол техниканың саласында, мен медицинаның саласында болсам да, сол гуманитарлық ілімдерге құмар болатынбыз, әдебиетке, өнерге. Және соның көбісі біз сол кісіге еліктеу арқылы болып, солай Ақселеу Сейлімбеков дейтін жазушыны білесің. Осында жаңа айтып отқанда Молдахметов дейтін академик бар, Әбішев Жантөре дейтін корреспондент мүше болды, академияда қайтыс болып кетті. Сол тәрізді ол кезде біз жастар болатынбыз, сол кісінің айласында жүретінбіз. Ел жұртына өмірімен өнеге болған Евней Букетов туралы сыр суыртпақтасаң болды, көз көргендердің қай-қайсысы да шешіліп сала береді. Алталашқа аты мәлім ардақты азаматтың ғылымдағы жетістігі, әдебиетте алған белесі, адами тұлғасы, рухани әлемі таңғаластырып айтар әңгіменің арқауы. Елдікті қадірлейтін, ерлерін бағалайтын халық Евнейді ешқашан естен шығармайтын көрінеді. Осының жеке басындағы кісіліктігін, азаматтығы өз алдында жолдастыққа деген ақ көңіл болатын еді, ақ жайқын болатын еді, көңілде ешбір кір болмайтын еді. Міне біз жолдастары сол дүниелік болып кетсе, осы уақытқа есімізде жүреді. Осы уақытқа айтып жүреміз, Ебекең сияқты, Ебекең ұқсайды екен деп, інілерін, туысқандарын көргенде. Ебекең өзіміздің шешемізді жеңгесі ретінде есептейтін. Өйткені әжеміздің бауырында өскен. Әжеміз қайда барса, соның соңында жүретін. Менің жазғанымда да бар, бірақ орысша, анау Ебекеңнің өзінің алты хатында әдемі жазылғаны бар. Онда Мәжит Нұрбаев деген кейіпкер бар. Мәжит Нұрбаев өзі.
Ебекеңнің өзі. Сол шешесі мен екеуінің арасындағы әңгіме. Шешемізге ебіне оқуға бара қоямын деп ол жылы айтпапты. Өзінің ебекең өзінің ескертісінде, естелігінде. Бірақ шешем сен оқуға бар. Өйткені әкең сені оқысын деп кеткен. Әкеңнің енді қазір мына соғыс бітіп жатыр, заман енді өзгереді, тұрмыс жақсарады. Мына Қамзабайда ер жетіп қалды, біз күн көре тұрамыз, сен оқуға бар деген шешеміздің ықпалы көп болғанбыз. Бұл кісі де сол қуғын сүргінге ұшыраған кезінде өз уақытында қоғамнан шеттетіліп, үлкен қызметтен академик атағы болса да институттың қатардағы жай лаборанттығына шейін төмендетіліп, жұмыссыз қалған кездерде болды. Бірақ мінекей тәуелсіздіктің атқанына, мінекей еліміз тәуелсіздік алған 10 жылдың жүзі болды ғой. Сол жылдары көптеген жаңағы сол өткен уақыттың ақтаңдақ беттері ашылып, жаңаша тәуелсіздік елдің көзқарасымен, азат елдің көзқарасымен қарап жатырмыз. Сондай сол кеңестік идеологияның темір ноқтасында құрсауланып, сол кісіге азаматтық тұрғысынан, қоғамдық саяси қайраткерлік тұрғысынан, жазушылық, ғылымдық тұрғысынан жаңа кедергілер болды. Енді соны ақтау үшін осындай ғылыми жұмыстарды қолға алып жатырмыз. Мен енді әрбір ісімді, әрбір істеген сәтті жұмыстарымды да сол Евней Арстановичтің атымен өзім байланыстырамын. Неге десеңіз, мен өзі кішкентай кезімде ол кісі Алматыда жұмыс істеп жүргенде, сосын Қарағандыда жұмыс істеп жүргенде, мен мектепте оқып жүргенде келіп, басымнан сипап, осы бала адам болады деп айтатын. Сол жаңағы программа, жаңа бағдарлама, осы бала адам болады деген, сол өмір бойы мені сол сүйіп, сөйтіп келе жатқан алға қарай. Техника ғылымындағы теңдессіз жаңалық үшін СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты атанған Евней Букетов заманындағы сыйлық атаулының төресі Лениндік сыйлықты да иеленуі әбден мүмкін еді. Келер жылы Букетов бастаған топ Көсемнің атындағы беделді бәйгеге қатысып тағы да бақ сынап көріпті. Бірақ бұл сыйлық алдыңғы жылы мемлекеттік сыйлықты иеленгендерге берілмейді екен. Сөйтіп, сол жолы Букетовпен бірге ұсынылған әріптестерінің бәрі олжаға кенеліп, бұның есімі жай ғана аталып өтеді. Алайда мұндай сәтсіздіктер ешқашан Евнейге ғана аласарта алмаған, ел жұртының алақанға салып аялағаны да сондықтан. Ол кісі үлкен металлург болды. Бұлай ғылыми өзінің бір алдына бағытталған үрдісі, мына теорияны қанша ұқыптап шығарғанменен соны негізгі іске практикаға айналдырған шаттан шамайтын, соны байланыстырып үйренген адам. Сондықтан мына селимент елордаларында ол Балқашпенен жақсы жұмыс істеді. Содан мемлекеттік сыйлықтың лауреаты болды. Жезқазғанмен де көп жұмыс істеді. Онда да Жезқазғанда мына Қаныш Имантаевич Сәтбаевтың айтуы бойынша тек қана мыс емес, мырыш емес, қорғасын емес, онда 20 элемент бар. Сол 20 элементтің қазір 14-15-ін алады. Бірақ соның ішінде мына әсіресе рентген алу тағы басқа сондай қосымша заттарды алуға бұл кісі қатты көмектесті. Сондықтан мына деректі жұмыстарға көп айналысады. Ол кісінің жаңағы атын, фамилиясын, осылай фамилиясымен жүру деген, ол өте қиын жағдай. Неге десеңіз, бәрі мен жақсы бір нәрсе істесем, сол кісінің жаңағы сол келе жатқан сол кісінің ұрпақтары ғой деп айтады. Жақсы нәрсе болса. Ал кішкене тайып кетсек, аяғымыз біреудің тайып кетсе, онда жоқ, ой, бұл кісіден қалып қалған, ондай кісідей болмай қалды ғой деп сондай күмәнданады адамдар. Сондықтан өте үлкен жауапкершілікпен біз жұмыс істеуіміз керек, өмір сүруіміз керек. Ол кісінің жаңағы атына сәйкес болу үшін. Букетов тану ғылымы енді басталды деп айтып жатырмыз. Мен інісі Қамзабай Букетовпен әңгімелескенімде, жалпы әлі ешқандай кандидаттық диссертация Букетовтың қай ғылым, бірнеше түрі бар ғой. Мысалы, жаратылыстану ғылым саласындағы химия, металлургия саласы болсын, ол кісінің аударма саласы болсын, ол кісінің басқа да енді әдеби мұрасы бар, публицистикалық мұралары бар. Осы тұрғаннан алғанда, соның ішінде публицистикалық, өзім журналистика бөлімінде істегендіктен, осы журналистика саласында жүргендіктен мен осы публицистикалық қырын танытып, шығуды өзіме азаматтық борыш санадым. Ол тұрғыдан Қамзабай Арыстанұлы маған көп көмектесті.
ол кісінің айтуынша 6 диссертант, кәдімгідей 6 осындай ізденуші ғылыми жұмыс бар екен 6 түрлі тақырыпта. Соның бірі осы публицистикасы осы Қарағандыда мен өзім сол жөнінде жұмыс жасап жатырмын. Үлкен кіші Евнейден өнеге алды, оның жақсы қасиеттерін бойға дарытты. Ерінбей жалықпай ғылыммен айналысуды, қиындыққа қабырғаны қайыстырмауды, етектен алғандарды елең қылмауды, сөз сиқырын игеруді үйренді. Әсіресе Букетовке бір табан жақын болған інілері оған ұқсауға тырысты. Евекең ұқсайтын деп мен өзеп есептеймін Ғабдолла Құлқыбаевты. Өзі бір жағынан медицина, екінші жағынан әдебиет өте шебер, жазғанында шебер, естелік туралы естеліктері бар, сөйлегенде шешер. Өзі бұл Ғабдолла мың аспап, қазақша айтады ғой. Өлең да айтады, домбыра да тартады, әлгі жазады да, медицина ғылымының докторы. Мен осы Ғабдолланы көп ұқсатамын Еврейге. Сосын Ғабдолла көп Еврейден тәлім тәрбие алды. Қасынан қалмайтын бала кезінен. Атақты немістің ақыны Иоганн Вольфганг Гете дейтін кісі болған білесіздер. Сіздер әсіресе жастар жағы жақсы білуге тиісті. Соның мындай бір сөзі болған. Егер бір қалада бір аса биік зиялы кісі тұратын болса, қала өте бақытты деген. Біздің қаламыз Қарағанды қаласы, осы Арқаның дәл ортасындағы 2 есе бақытты қала болды. Өйткені бір қалада Букетовпен биік тұрып тұрды. Осы Қарағанды қаласында. Бүкіл Қарағанды, осы арқадағы зиялылардың барлығы сол кісілердің айналасында өрбіді, дамыды. Бұл жалғаннан Букетов өткелі де 20 жылға жуықтап қалды. Бірақ елдің Евней туралы естелігінің қазынасы ортая қоймапты. Шынында да қалай сен өстің, жаныңа намыс батты ма, ойыңда сенің отты армандарың жатты ма, аталар саған батасын беріп ырзалық, бәрекелді деп арқаңнан аған қақты ма деп Алаштың арқалақына Әбділданың өзі таңғалған Евнейдің естен кетпес бейнесін кім ұмытар?